Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін өтетін тақырыбымыз үстеу. Үстеу іс-қимылдың түрлі белгісін, мезгілін, мекенін, мақсатын, себебін, мөлшерін білдіретін сөз табы. Құрамына қарай үстеу екіге бөлінеді. Дара үстеу, күрделі үстеу. Дара үстеуге кеше, ертең, жоғары, әрең сияқты бір ғана түбір сөзден тұратын үстеулер жатады. Күрделі үстеуге біріккен сөздерден жасалған, қос сөздерден жасалған, тіркесті сөздерден жасалған үстеулер жатады. Мысалы, бұл күн сөзінің бірігуінен жасалған бүгін, еміне күн қос сөз, ала жаздай тіркесті сөздер. Келесі тұлғасына қарай үстеу екіге бөлінеді. Негізгі үстеу, туынды үстеу. Бөлшектеуге келмейтін түбір үстеулерге төмен, әрең, жоғары, ең, жорта, ілгері, тағы басқа сөздер жатады. Туынды үстеуге жұрнақ немесе жалғау арқылы жасалған сөздер жатады. Мысалға, бұлбұлша, лайли жұрнақтар арқылы, дайли, тайти жұрнақтар арқылы. Мысалы, шикілей, дайын-дейін, тайын-тейін жұрнақтар арқылы. Мысалы, тоты дайын, майынша, мейінше, байынша, бейінше жұрнақтар арқылы. Мысалға, алмайынша. Енді жалғау арқылы жасалынған сөздер. Тептік жалғаулары түбір сөздерге, түбір үстеулерге көнереніп сіңуі арқылы жасалған туынды сөздер. Мысалға, бар тептік жалғауы арқылы жасалған туынды үстеу. Зорға, мен үйге зорға жеттім. Қалай жеттім? Зорға жеттім. Мен үйге зор жеттім деп айта алмаймыз, зорға жеттім. Келесі, шалқасынан. Нан деген шығыс тептік жалғау арқылы жасалады. Шалқасынан допты тебемін деп, шалқасынан қылады. Қалай қылады? Шалқасынан қылады. Нан деген тептік жалғауының түбір сөзге сіңіп кеткеннен жасалған. Үстеудің мағыналық түрлері. Мекен үстеуі қайда, қайдан деген сұрақтарға жауап беріп, іс-әрекеттің мекенін білдіреді. Ілгері осында. Балалар осында ойнап жүр. Қайда ойнап жүр? Осында ойнап жүр. Мезгіл үстеуі қашан, қашаннан бері деген сұрақтарға жауап береді. Бүгін, кеше. Сын қимыл үстеуі қалай, қайтып, қалайша деген сұрақтарға жауап береді. Ол ана тілінде емін-еркін сөйлейді. Қалай сөйлейді? Емін-еркін сөйлейді. Мақсат үстеуі қалай, не мақсатпен деген сұрақтарға жауап беріп, іс-әрекеттің мақсатын білдіреді. Ол қонаққа әдейі келді. Не мақсатпен келді? Әдейі келді. Себеп үстеуі неге, недіктен, не себепті деген сұрақтарға жауап береді. Амалсыздан, бекерге, тағы басқа сөздер жатады. Мөлшер үстеуі қанша, қаншама деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, неғұрлым, әжептәуір, біршама. Күшейткіш үстеу іс-әрекетті не күшейтіп, не солғындатып айтады. Қалай, қандай деген сұрақтарға жауап береді. Ең, тым, өте, кілең, тағы басқа сөздер жатады. Мысалға, мен анамды өте жақсы көремін. Үйге тапсырма. Үстеудің мағыналық түрлерін қолданып, сөйлемдер құраңыз. Мекен, мезгіл, себеп, мөлшер, сын қимыл, мақсат және күшейткіш үстеулерді қолданыңыздар. Құрметті оқушы, тыңдағаның үшін рахмет. Үстеуді біліп, түсініп алатыныңа мен сенемін.